Біздің қолымыздағы бұл аспап даңғыра деп аталады. Ұрмалы, жарғақты ұлттық аспап даңғыра. Даңғыра аспабының пайда болуы туралы аңызға жақын оқиға мынадай. Сол заманда Бөрібай атты жас бақсы өмір сүріпті. Ол ерекше сезімтал, табиғаттың үнін жүрегімен тыңдай алатын жан болған. Бір жылы далада қатты жұт болып мал қырылып, халық күйзеліске түседі. Адамдар тәңірден медет сұрап, бірақ қалай тілдесуді білмей қатты қиналады. Бір күні Бөрібай түнде жалғыз отырып аспанға қарап ұзақ ойға шомады. Сол сәтте ол желмен бірге тербеліп тұрған ескі ағаштың қуысында соғылған дыбысты естиді. Бұл дыбыс жүрек соғысындай ырғақ деді. Бөрібай осы дыбысты қайталауға тырысып, ағаштың қабығын жұқалап керіп, оған аң терісін тартып көреді. Алғашында шыққан үн әлсіз болады, бірақ ол қайта тәжірибе жасап, теріні дұрыс керіп, шеңберге бекітіп, алғаш рет анық терең дыбыс шығарды. Бұл дыбыс далада жаңғырып, адамдардың көңіліне үміт ұялатады. Келесі күні Бөрібай жаңа аспабын алып ел алдына шығып тәңірге жалбарыну рәсімін өткізеді. Даңғыраның үні баяу басталып, бірте-бірте күшейіп, жүрек соғысындай ырғаққа айналады. Сол сәтте адамдар да қосылып, бір ниетпен дұға етеді. Аңыз бойынша сол түні аспан ашылып, жаңбыр жауып жерге береке қайта оралған екен.